көтеріңкі көңіл күймен әуежайға қарай асығып келем. Неге? Өткені бүгін көрісу күні. Ал кіммен көрісетініміз әзірге құпия. Сондықтан жылдамдық қосайын. Әуежай, сағыныш, күту, көрісу, қауышу. Бір сөзбен айтқанда, құшақтардың айқара ашылатын жері. Расында, халықаралық статусты иеленген бұл нысанға белгілі мақсатты ұстанған жандар ғана жиналады. Бірі Ақтөбенің басындағы әдемі қаланы аңсап келе жатқан жолаушылар, енді бірі сағатқа әлсін қарап қойып, тағат таппайтын күтіп алушылар. Мен әуежайға өзім достарым күтіп алуға келдім. Көптен көрмеген достарым, сондықтан қуаныш жағдайда осы әуежайда өткізуге алдан күтіп алуға келіп тұрған жайым бар. Немеремді қарсы алуға келіп жатырмын. Немерем Америкада 3 жыл болды кеткенде. Содан бері ауылға оралып жатыр. 80-нің сеңгіріне шыққан анамыздың үлкен басымен немересіне кеп көрісуін дана қазақтың мына сөзінің дәлелі көреміз. Қазақта былай деп айтады: алыстан 5 жасар бала келсе, 80-дегі аталар әжеге келіп сәлем береді деген бар. Соған сәйкес денсаулығым жақсы болғасын, аяқ қолым жүріп тұрғасын, көзім бәрі көріп тұрғасын, немеремді қарсы алып қуанышқа бөленіп жатырмын. Байқасаңыз, нағыз шынайы эмоция. Қараңызшы, қаншалықты ыстық құшақ. Біз дәл осы табиғи шыраймен мұнтаздай таза пейілді көргіміз келген. Ендеше көрісу тақырыбының шымылдығын аштық деп есептей бергіздер. Ал енді наурызда біздер көрсеміз. Бүкіл осы үлкен адамдар, кіші адамдар жаңағы құшақтасып, көрісіп, біріне-бірі кешірім жасап, өткен кеткеннің бәрін енді жаңағы кешірген есебінде болады. Алайда төс қағыстырып, қол алысқан көрісу күнінің шуақ күні аталатынын бірі білсе, міне бүгін сол шуақ күнге сәйкес. Күніміз жеңіл жарқырап тұрғандай. Осындай күн жарқырай берсін. Балдарымызға, немере шөберелерімізге. Алла тек тыныштығын берсін. Балдар аман болсын. Енді бірі біле бермейді. Шуақ күні дегенді естіген жоқпын. Бірақ көрісу күні бар екенін білем. Бірақ бүгіннен бастап қаперінде ұстайтынына уағдаласқан қандасымызға риза боп қалдық. Енді біліп жүретін болам бүгіннен кейін. Бүгін Қазақстанның батысында жаңа жылды наурызды тойлай бастадық. Ал бұл жайынан шаһарымызға арнайы сапармен кеп қалған қонақтарымыз хабардар ма? Сіздерді шуақ күнінде кездестіргенімізге өте қуаныштымыз. Бұндай күн бар екендігін естіп педіңіз? Естігеміз. Осы батыс, бұл Ақтөбе жақты білмеймін, Атырауда көп, Ақтауда көбірек естіп жатамыз. Жаңағы біздің Ұлықпан Жолдасов ағамыздың топтары, Каспий топ бәрімен көрісіп жатамыз. Сол кезде құттықтап жатамыз. Ол бізге қадымғыдай біздің де дәстүріміз сияқты болып келе жатыр, шыны керек. Тамаша. Олай болса, шуақ күніне, енді осындай жақсылықтар тілейтін қауышу күніне қатысты тілектеріңіз талғат? Енді не деймін, жылдан жылға өстіп қауыша беріңіздер деймін. Аман болыңыздар. Қауышу күндеріңіз көп болсын деймін. Қауыша берейік әрқашанда жақсылықта. Күніміз ашық болсын бүгінгідей. Алтын айда тілектен құралақан емес екен. Бір жастарыңыз құтты болсын, жылдан жылға аман есен жете беріңіздер. Мерекеде мерекеге, келе жатқан наурыз мерекесі құтты болсын. Отбасыларыңызбен келесі жылда аман есен төрт көздеріңіз түгел көрісулеріңізді шын жүректен тілеймін. Ақтөбеліктер сіздерді мақтап тұрып сағынған, солай емес пе? Тамаша.
Тап бүгін қазақтың наурызы басталды. Бұл күнді көрісу немесе амал күні деп атайды. Оның да өзіндік себебі бар. Дәл осы күні амал жұлдызы күнмен бір сызықтың бойына шығады. Ұлы даланы мекендеген көшпелі түркі халықтары бұл астрологиялық құбылысты амал мен күннің көрісуі деп білген. Осыдан бастап көшпелі халықта көктем шығысымен көрісу деген жақсы дәстүр дүниеге келген. Бұл ғимараттың табалдырығын аттаған бойда сырт киіміңізді тапсырып, аяғыңызға бахил киген дұрыс. Өйткені біз қатаң гигиена санитарлық талаптарға мұқият қарайтын сұлулық және денсаулық орталығындамыз. Байқасаңыз, киім үлгісін өзгертуге тура келді. Неге десеңіз, біз кездесетін келесі кейіпкеріміз бизнес әлемінің белсенді мүшесі. Бүгінде өз кәсібін дөңгелентіп отырған жанның графигі өте тығыз. Қабылдауына алдын ала жазылу керек. Алайда біздің өтінішке бұл кісі қарсы болмады. Өте беруге бола ма? Қателескен жоқсыздар. Қалалық мәслихаттың депутаты, Әйгерім сұлулық және денсаулық орталығының бас директоры Ескендір Серікбайұлы. Бұл азаматтың жұмыс уақыты ерте басталады. Ал қоғам алдында атқаратын міндетін айқындап алған. Жұмыс кестесі тығыз азаматтың отбасында көрісу күніне уақыт бар ма? День көрісу – это очень важный праздник нашей семьи. Мы ходим к старшим нашим, поздравляем. Это начало Нового года в нашей земле. Считаю, такой очень хороший семейный повод встретиться перед Наурызом, поздравить друг друга. Конечно, не всегда получается выделить побольше времени на поздравления своих близких. Вот и как раз сейчас я набираю письмо поздравительное для своих близких. Егер әлде бір ағайыныңыз, немесе жақын сыйлас танысыңыз сапарда болып, ол адаммен көрісудің сәті түспесе, сіздің мойныңыздан ол міндет түспейді. Қолда бар гаджеттарыңыздың мол мүмкіндігін іске қосыңыз. Бірақ көрісу бір күнмен шектелмейді. Танысыңызды жазда көресіз бе, күзде көресіз бе, кездейсоқ қыста кездестіріп қалсаңыз да, қолын алып көрісіңіз міндет. Гүлайна? Сәлем, жылың құтты болсын. Жаңа жылға ілігу бұл бір жасқа шығу деген сөз. Көпті көрген, көп жасаған, беделі бар үлкендердің қолын ұстап, батасын алу, жасы кішілер үшін бір үлкен мәртебе. Қаншалықты дәрежеде иіліп, ізет көрсетіп, ынта ықыласымен қолын алсаң, сондай дәрежеде саған жаныңа жағатын бата береді. Көрісу дегеніміз тек адамдардың бір-бірімен амандасып, жақсылық тілейтін қауышу мерекесі ғана емес. Сонымен қатар жас үлкендерге құрмет көрсетіліп, ілтипат білдірілетін күн. Достар, мен де бүгін үлкеннен бата алу мақсатымен өзімнің мектептегі ұстазым, қаламызға белгілі Ақзипа қажының шаңырағына келіп отырмын. Сәлеметсіздер ме? Қыстың кәрі сынып, көктемнің лебі сезіле басталғанда, жасың құтты болсын, жылың жайлы болсын деген сынды-ақ тілектерді көп ести бастаймыз. Адамдардың көл-көсір қуанышын, шат-шадыман шаттығын көріп, бойымызға күш қайрат, ерік жігер аламыз. Дастархан жайылып, үлкендердің салиқалы әңгімесіне құлақ асамыз. Бала кезімізде біз Наурызды естігенменен оны мейрам ретінде көрмедік. Совет заманында тәрбиелендік, кішкентайымыздан мектепке барғаннан октябрят болдық, пионер болдық, комсомол болдық. Оның бер жағында енді ұстаз болғаннан кейін ол енді міндетті түрде болған жоқ, себебі
совет заманында біздің жоспарларымызда, сабақ жоспарларымызда атеистік тәрбие деген нәрсе болды. Енді міне өз қолымыз өз аузымызға жеткен заманда Наурыз қарсаңындағы көрісу күнінде жаппай атап өтетін дәрежедеміз. Көктем қар еріп, аяз сынып, жер кеңіген кезде үлкендер болсын, жастар болсын, үйді-үйге кіріп, жаңағы құтты болсын айтып, амандасып, хал жағдай біліп сөйтеді екен. Соған қарағанда қол алысып амандасқанның астарында көп мән бар ау. Қай тілде болсын амандасу, сәлемдесу ол бір жақсылық тілеу, денсаулық тілеу, амандық тілеу. Олай болса, жаңа жылдың табалдырығын аттауға дайын екенбіз. Енді қазір мына Аллаға шүкір Наурыз деп міне өздерін қозғалып қала деңгейінде осындай насихат жүргізіп жатсыңдар. Өте жақсы нәрсе. Ендеше қол жайып Наурыз бата алайық. Әуелі Алла оңдасын, оң жолына бастасын. Жаңа келген жылымыз ел халыққа бақытты жыл болсын, табысты жыл болсын. Ағымыз бол болсын, еліміз аман болсын. Азаматтардың баршасына өздеріңе иман байлығын, дүния байлығын, ұрпақ байлығын тілейміз. Істерің елге пайдалы болсын. Енді әз Наурызымыз құтты болып, ақ мол болсын. Барлығымыздың тілек дұғаларымыз қабыл болсын. Раббана атина фид дуния хасаната ва фил ахирати хасаната ва қина азабан нари. Раббана гфир ли вал валидей вал муминина яума якумул хисаб. Бирахматика архамар рахим. Амин. Аллаху акбар. Біз бүгін көп жерге барып қайттық. Алыстан ат артып келген, сағынысқан жандарды төс қағыстырып, ыстық құшаққа алдық. Қызметінен қол үзіп босамайтындар да шуақ күнінде сылтау айтпайтынын көрді. Көпті көрген, көп жасаған, беделі бар үлкендердің қолын ұстап, батасын алу жасы кішілер үшін парыз екенін ұқты. Жер ананың жаңыратын мезгілі, көктемнің алғашқы қарлығашы, шуақ күні құтты болсын ағайын. Жақын жуық ағайын жек жатыңызға көрісіп баруды ұмытпаңыздар.